Ассалаумағалейкум қадірмен көрермен. Бүгін біздер Oppo A57s көргендеріңізден бетінен анда реклама шығып кете берді. Ескерту бір нәрсе. Мына жанын бүйтіп астынан шығарып, мына жанын недавно открыто дегенді басатын болсақ, Password Generation осындай приложение шығарып жатыр. Енді бұны ұстай алмайтын болсаңыз, енді сізде басқаша болуы мүмкін. Біздің жағдайда Generation бір нәрсе деген приложение. Бізге енді керек болатын интернетке қосылып тұрған кезде қайттан қазып бетінде шығады. Былай жанын басамыз да бәріне шығып кетеміз. Play Market'қа кіреміз, Google Play'ға. Іздеуге кіреміз, нерден поискқа. Ad детектор деп жазамыз. Реклама детектор дейміз. Деп жазсақ, реклама детектор деген дереу шыға қойды. Реклама детектор установить. Орнатылған соң жалғастырайық. Сіздердің өзіміздің уақытты үнемдеу үшін. Сіздерге бір ғана секунд, ал бізге 3-4 минут болуы мүмкін. Әлі жүктеліп жатыр бізде. Мінекей бізде жүктеліп болды. Открыть деген таңдаймыз мына жерден. Астындағы алдыға қарай, оңға қарай жүру деген белгісін басамыз. Разрешить. Мына жерде енді скачанное приложениеге басамыз. Детектор рекламаға басамыз. Қатпаса реклама шықты деген сөз. Астына былайынан шығарамыз да. Жанында недавно открыто деген таңдаймыз. Төбеге қарай өшіре саламыз. Реклама детектор қосамыз. Разрешить. Окей. Мына бізде шықты, артқа қайтамыз қайтадан. Артқа қайтамыз. Басамыз жанға. Детектор реклама отказано деп тұр. Осын қосамыз. Разрешение деген сияқты. Птичканы басамыз. Разрешить деген таңдаймыз. Password Generator біздегі шығып отқан осы реклама шығарып отқан осы приложение. Осындай шелектің белгісіне басып, окей деп өшіріп тастаймыз оны. Көк шиықпен сабаймыз осылайша оны. Мына жерде может позже приложение password удалено дейді. Жаңа былай басамыз да, былай өшіреміз. Закрыть все дей салайық. Нені тауып аламыз қазір. Детектор реклама. Қайттан кіреміз. Былай реклама шығып кетсе, жоғарыдағысын басамыз өзіне. Өзіне реклама шығады, өйткені бұл тегін болғандықтан сол реклама көрсету арқылы олар ақша табады, білесіздер. Бірақ телефон бетіне шығара бермейді бұл. Мінекей осылай өшіріп тастайсыздар. Енді бізде басқа не шыққан жоқ. Тағы да егер шығатын болса, осы ұста болады. Қарамаған ілінген соң мына жерде балықтарды өшіріп тастайсыздар, былайша айтқанда, түскен балықтарды. Әзіл ғой енді. Настройка, мысалы үшін, егер ад детектормен де табылмай жатыр, болмай жатыр дейтін болсаңыз, настройканың ішінен приложениеге кіресіз. Управление приложениями. Осы жерден керексіз приложениялар болуы мүмкін. Соны говоришь, том, енді ол реклама көп шығармайды негізінде. Йо декор дейтін біреу. Бұл не нәрсе? Мысалға бұны өшіріп тастаса болады. Балашаға қойын, балашаға тартады барлығын негізінде. Скачать етіп тастайды, былайша айтқанда. Оны өшіріп тастаймыз. Wording tone дейді. Бұл да ойын негізінде. Бұны өшіріп тастайық. Бәлкім бұдан реклама шығуы мүмкін. Мен оны қатты зерттеп көрген жоқпын. Білетіндер болса айтасыздар, өздеріңіз реклама шығарады, шығармайды деген сияқты. Мына заттың барлығына ойындар. Енді осылардың арасынан біреуінен реклама шығуы мүмкін. Шықпайтын болса тұра береді. Керек емес десеңіз, өздеріңіз өшіріп тастайсыздар. Мына жерде ойын деген ішінде толып қалған екен. Яғни біз енді жаңағы реклама шығаратын нені көрсеттік, приложениені. Қолдарыңызды қармақ бердік, балықты ұстайсыңдар деген сияқты. Осы реклама детекторымен өшіріп тастайсыздар. Видео ұнаған болса, пайдасы тиген болса, міндетті түрде каналға тіркелеміз. Сау болыңыздар.